Қосып қояйын енді. Так, и енді біріншіден өзімді таныстырудан бастаймын. Мен атым Оралбек. Крипто индустриямен таныс болғаныма 16 жылдан бастап, менікі де крипто энтузиаст. Енді трейдерсті мен айналысып көргем жоқ. Менде кішкентай жаңағы биткоин болған. Алғашында биткоинді сол Алматы қаласында банкомат қойған. Ана торговый центр, білмеймін, есімде жоқ. Торговый центрде банкомат болған. Сол жерде барып мен өзімнің жаңағы теңгеме сол кезде сразу береді тұғын. Биткоин сатып алдым. Біраз биткоин есімде жоқ, қанша екені есімде қалмады. Сатып алдым ең бірінші рет сол 15 жылдың аяғы ғой деймін. Содан получается 16 жылдан бастап криптовалюта мен білемін. Соның этериум пайда болды, арғысы, бірақ мен никогда жаңағыдай сақтап көргем жоқ. Бірақ таныс болып жүрдім, болашағы бар екенін білдім бұл криптовалютаның. Но бірақ жаңағыдай сақтап көргем жоқпын мен. Енді қазіргі менің алдыға қойған мақсатым өзімдегі бар информацияны қазағым менің жалғызым деген сияқты әрбір қазаққа жеткізгім келеді. Енді қазақ дегенде Қазақстан, бұл жерде көп ұлтты мемлекетпіз, сондықтан бұл кісілердің барлығы осы Қазақстан мемлекетінің азаматтары ғой. Енді соны бірақ мен қазақ тілінде жеткізгім келіп отыр. Қош келдіңіздер осы бүгінгі кешімізге. Қуаныштымын сіздермен сөйлесіп отырғаныма. Енді бұл жерде қазір мен слайдты қосам, бірақ слайдтан ауытқып айта беремін. Кейбір нелерімді сіздер маған көмектесіп отырыңыздар. Көрінеді ғой, иә, қазір слайд? Көрінеді, қосыңыз. Көрінді ма? Жоқ. Көрініп жүр, иә? Қазір. Так, поделиться экраном. Так, экран көрінді ғой? Жоқ. Қазірше? Жоқ. Көрінген жоқ, Оралбек. Біреулер көрінді дейді, біреулер көрінген жоқ дейді. Так, көрінген жоқ. Маған көрінбей жатыр. Қарлығаш, так, саған көрін. Гүлсара, саған көрінді ма? Дауыспен айтып салыңыз. Гүлсара ханым, көрініп тұр. онда жүргізе беріңіз. Көрініп тұр, иә? Менде, может быть, интернет плохой. Мүмкін соған да сері бар. Енді бастайық. Мен айтайын дегенім, жаңағы өздеріңіз білесіздер, жалпы финансы технология, содан кейін жалпы экономиканың дамуы әрбір жыл сайын өзгеріп келе жатады ғой. Оны өзіміз көріп отырамыз. Көріп отырғанда өзіміздің мысалы тарихтан немесе өзіміздің өмірімізден алатын болсақ, ең алғашымен жаңағы электронды ақшалар келді, иә? Ол электронды ақшаларды біз бізге банковский карточка келді. Банковский карточка келгенде көп адамдар дағдырып қалды. Оны қалай алатынын сондай бір недер болды. Пин-кодты устанавливать еткенде. Одан кейін қазір уже как привычный болып кетті, үйреніп кетті. Қазір мына интерфейс телефонда, кнопочный телефоннан біз мынандай не телефонға ауыстық, экранный телефонға ауыстық. Онда уже интерфейс уже бөлек бола бастады. Қазіргі келгені көбінде банктердің барлығы ончейн банк болып кетті. Ончейн банк дегеніңіз қазір жергілікті жерде бұрынғыдай офис жоқ. Офис болса да тек қана бір ары кеткенде бір 3-4 кісі ғана отырады. Бұрын өте көп болды ғой, бәленбай касса болды қазір. Соның барлығы азайып, қазір барлығы мына телефонға ғана ауысып кетті. Оны ончейн банк деп айтылады. Қазір енді саусақпен санасақ бірнеше банктер, ал жер жүзі бойынша жүздеген банктер ончейн банкпен істейді. Себебі солай тиімді, біріншіден. Екіншіден, кезекте тұрып қажеті жоқ, банкке барып қажеті жоқ, барлығын осы телефон арқылы істейді. Тиімді ме? Тиімді. Сондықтан
Мен айтайын деп отырғаным жаңағы ойымның сырағасы жаңағы бізге ол қажет пе, қажет емес пе, бәрібір жаңағы мына финансовый технология өзгерген сайын бізге әртүрлі инструменттер бере бастайды. Сол бере бастаған инструменттердің бірі осы ончейн банк болып табылады. Міне сіздерге көріп отырсыздар, мен сіздерге бүгінгі презентация тұсаукесер қылып айтқай отырғаным децентрализованный ончейн банк. ДО банкті мен сіздерге жаңағы расшифровать етіп отырмын. ДО банк деп айтылады общее, децентрализованный ончейн банк деген сөз. VeFi бұл тоже ағылшын тілінен аударатын болсақ, V деген менің, Fi это финансы деген екінші сөйлемнің басқа әріптері. Сондықтан егерде қорытындылап айтсақ, децентрализованный деген жаңағы түсінікті, ончейн банк деген жаңағы телефондағы банк деген сөз, менің финансым осы телефонда деген сөз. Егерде қорытындылап айтатын болсақ, менің финансым осы телефонда. Неге бұлай әрбіреуін акцентировать етіп айтып отырмын? Себебі енді қай мемлекетте болмасын өзінің адамдарының қаржысын жаңағы контрольда ұстағысы келеді. Ол енді әрбір мемлекеттің өзінің ішкі сыртқы саясатына солай келтірілген. Енді кейде біз өзіміз ақшамызды уақытында ала алмай жатамыз, керек уақытында. Баяғы заявка бер дейді, үлкен сумма болса, қай күні келетініңді айтады. То есть саған міне бүгін қазір керек, ақша сенікі, сен оны банкке салғансың, сен ала алмайсың. Одан кейін жаңағы енді жағымсыз жағдайлар да бар. Мысалы, бір жерде заң бұзылса, налоговый жағынан бұзылсын, административный жағынан болсын, басқа жақтарынан болсын, заң бұзылатын болса, бір сөзбен айтқанда, сіздің жаңағы счеттарыңызды бұғаттап тастайды, немесе жауып тастайды, сондайлар болып жатады. Енді тағы да бір келеңсіз жағдайлар болады. Саған счет ашуға болмайды. Неге екенін үлкен адамдар да түсінесіздер, да? Счет ашуға болмайды, сіз банктың қызметін пайдалана алмайсыздар. Не істейсіздер? Не ақша сала алмайсыздар, не ақша жібере алмайсыздар, жұмыс істей алмайсыздар. Неге десең, жұмыс істеген зарплатаңызды сізге түсіре алмайды, сізде жоқ. Ондай да жағдайлар болып жатады. Енді бір жағдайлар болып жатады, жаңағы басқа мемлекетке барасың, балаларың жібересің, немесе өзің бір жаққа барасың, немесе сол жақта жұмыс істеп жүріп ақша жібергің келеді, онда да жаңағы осындай қиындықтар болады. Сондықтан осындай қиындықтардың барын жеңіп шығу үшін, жаңағы адамдарға жеңілдік беру үшін, одан кейін тағы бір мәселені айта кетейін, пока мына нелерді ауыстырмай тұрып, слайдтарды ауыстырмай тұрып. Қазір криптовалюта келіп жатыр. Криптовалютаны келгенін қазір криптовалютный ераға ауысқалы жатырмыз. Оны енді мына өмір мен саясат бірге жүретін нәрсе ғой, бизнесте бірге жүретін нәрсе. Сондықтан біздің президентіміздің өзі, ана арғы Америка құрама штатын айтпағанның өзінде уже біздің президент, біздің үкімет тоже қарап отыр, что біздің қоғамнан, біздің адамдар экономика жағынан бәрінен артта қалып қалмас үшін жаңағы мына криптовалютный резерв жасап жатыр. Оның ішіндегі ең жақсы топовый деп айтамыз ғой, топовый криптовалютадан жасайық деген жаңағы нұсқаулар бар. Уже сол туралы жұмыс жасалып жатыр. Біз білмейміз, но бірақ заширмай өте үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Себебі жаңағы бұл алтыннан кейін, алтын золотой запасный как бы ұлттық запас сол болды ғой бұрын. Алтын, күміс деп айтайық, иә. Қазір енді осы запасқа балама ретінде криптовалюта келді. Сондықтан ол да істеліп жатыр. Енді біздің көрші мемлекет Қырғызстанда уже немене шығарып қойды, өзінің криптовалюта стабилизационный коин дейді, уже шығарып қойды. Олар істеп уже пайдаланып жатыр, уже оборотқа түсіп қойды уже. Енді біздікіде қалмайды деп ойлаймын, алла жазса. Бізде де бар, мен білетін уже бар, стабилизационный коин, национальный коин бар, ол да неге түседі. Но бізде уже ана Билайн несі ашылған, Билайн KZ ашылған, осы жақында Bybit ашылды, тоже сонымен жұмыс жасауға болады. Сонымен айтайын деп отырғаным, осы негізінде қазір бізде осы децентрализованный ончейн банк құрылды. Сол туралы айтайын деп отырмын мен. Қазіргі екінші неменем айтатын сөзім, әрине мына жерде мен сіздермен информация бөлісіп отырмын. Вообще криптовалютный рынок ол өте высокорискованный.
высоко рискованный, бірақ одан қорқып қажеті жоқ. Но екінші жағынан мен жаңағы сіздермен информацияны бөлісіп отырмын, бірақ бұл әрбір информацияны алғаннан кейін енді айтайық былай өзінің несін ойлайтын адам, жағдайын ойлайтын адам алдымен берген информацияны танысады ғой. Сіздер танысыңыздар, барлығы ашық түрде осы интернетте бәрінде бар. Твиттерден қараңыздар, Твиттерде өте көп жақсы жазылған. Одан кейін барлық жаңағы информационный поледа бар. Соны қараңыздар, етіңіздер, изучать етіңіздер. Содан кейін ары қарай шешім өзіңізде болады. Шешім өзіңізден болады. Енді орысша айтқанда осознанно келу керек бұл жерге. Криптовалютада тек қана сізбен өзіңіздің финанс қана бар. Басқа анау банктегі сияқты менеджерлер, там консультант, одан кейін там директор болады, директор по там кредитам деген сияқты, солардың бәрімен ақылдасып шешім қабылдайсыз ғой. Ана жерде сізге ақылдасатын ешкім жоқ, өзіңізбен сіздің өзіңіздің ақша ғана болды, басқа ешкім жоқ бұл жерде. Сондықтан менің информация сіздерге айтатыным бұл информациям бар. Енді мен неге осындай неге шешім қабылдап отырмын? Енді біздің өзіміздің қандастар осы үлкен экономикалық қозғалыстан артта қалмайық дегенім ғой. Қазір мен неге екенін, жаңағы ол қозғалыстың бізге қандай әсер ететінін айтайын деп отырмын. Бүгінгі мен информацияда жалпы осы конференцияны дайындағанда бірнеше тақырыпты қойғам алдында. 3-4 жылда, енді 4-5 жыл деп айтайық, немесе бізде қандай өзгерістер болады екен. Біз жер шарында тұрғаннан кейін біз үлкен халықаралық экономикалық өзгерістерден тыс қалып қалмаймыз. Біз бәрібір соған тоғысамыз, сонымен жұмыс жасаймыз. Сондықтан осыдан қалып қоймайық. Енді қазір уже тікелей осы неменеге кірісетін болсақ, мына темаға. Біздің мына децентрализованный ончейн банк жалпы мына жер шарында ең бірінші осындай атқа ие болған, и Wi-Fi деген жаңағы өзінің несімен, аббревиатурасымен бірінші рет осындай неменеге кіріп отыр, рынокқа кіріп отыр. Бұлай неге істелініп отырғанын сіздер түсінесіз деп ойлаймын. Үлкен адамдарсыздар, қазір үлкен технология келіп жатыр, искусственный интеллект келіп жатыр, ол отдельный тема. Жаңағы үлкен технология, финансовый технология келгеннен кейін, онымен әрбір жұмысқа ақша төлеу, ақша алу жағы болады. Сауда, бизнес болғаннан кейін жаңағы круговорот дейді ғой, айланым пайда болады. Солардың барлығы жаңағы осы заманға сай болу үшін жаңағы тұрғылықты кәдімгі осы уақыттағы пайдаланатын жаңағы бір немене ақша болу керек. Сол ақшаға бізде қазір екі түрлі түсінік болады, мен соны пайдаланып отырамын. Фиатный дегеніміз жаңағы өзіміздің теңге, евро, доллар, соны фиатный деп айтылады. Екіншісі мына криптовалюта. Сол фиатныйға қазір балама ақша криптовалюта келді. Енді сол криптовалютаны алу, соны пайдалану қатардағы адамдарға қиын тиіп жатыр. Қазірдің өзінде де осы криптовалюта дегенде бір қорқынышты нәрсе болып елестейді кісілердің көзіне. Неге? Себебі олар оны білмейді, ол қайдан шыққанын, қай жерде сатылатынын, қай жерден алуға болатынын білмейді. Вот сол жағын жеңілдету үшін жаңағы бірнеше адамдар, осы бизнесте жүрген адамдар, осы адамдардың барлығы жаңағы адамдардың жаңағы жетіспеушілік деген қорқыныш жағдайын азайту үшін, жаңағы содан кейін осы криптовалютаның бүкіл бұқаралық болып пайдалану үшін осы адамдарда идея пайда болды. Идеяның мәнін қазір ақырын сіздерге түсіндіріп айтып беремін. Осы идеяны іске асыру үшін осы бірнеше адамдарды Алла тағаланың жаңағы құзырымен бастарын біріктірді. Риф Коллинс деген мына кісі ең бірінші тұрған адам. Бұл осы банк, менің айтайын деп отырған бүгін ақпараты банк, децентрализованный банк Wi-Fi. Осы туралы айтылады. Бұл кісі осы банктың председатель және член правления болып сайланған. Себебі бұл кісі ең бірінші осы стабилизационный коин, стейблкоин, USDT осыны жаңағы дүниеге әкелген осы Риф Коллинс. Осы компания Тезер, осы Тезердің директоры болған бұл кісі. Бұл кісінің несі Риф Коллинсты мына криптовалютный
рынокта білмейтін адам жоқ. Сіздерде жаңағы мына неменеден интернеттен қарап осы кісі туралы оқуларыңыз болады. Екінші, мына Максим Сахаров, осы именно идеяның басқа несінде басты дүниеге әкелген осы Максим Сахаров, осы тоже член правления, Роман Росов, әрбір кісіге толық тоқталмай ақ қояйын, уақыттарыңызды алып. Роман Росов тоже, міне фамилиясы аты жазылып тұр, Юсуф Мерахмедов тоже. Интернеттен қараңыздар деп отырмын. Халед Сулейман, тоже член правления, бывший генеральный директор Национального банка Абу-Даби. То есть бұлардың барлығы өз саласының мықты мамандары, біріншіден, өте тәжірибелі адамдар бұлар, ол кісілер. Сондықтан осыны барлығы қол ұстасып, барлығы иық тірестіріп, қазір осы мына децентрализованный ончейн банк DeFi-ді осы өмірді әкеліп жатыр. Енді тағы бір нәрсеге тоқтала кеткім келеді, құрметті жолдастар. Бұл жерде айтады ғой, сен өзіңнің досыңды айт дейді, мен сонда сіз туралы айтамын дейді. Сонда мына жердегі дос деп отырғанымыз партнерлар, әріптестер, ең бірінші екі-ақ жерге тоқталайын, мына жерде көп недер тұр. Біріншісі виза. Өздеріңіз білесіздер, платежный система екеу қазір, MasterCard и виза. Осы визамен жаңағы бізде келісімшарт отырылған. Неге отырылған? Потому что бізде банк болғаннан кейін ең основной продуктысы бар, ол карта, банковский карта. Сол осы визаның продукциясы болып қалады. Солар бізге әріптес болып, бізге осыны картаны беріп отыр. Екінші, бұл үлкен мәселе деп ойлаймын. Бізге гарантия керек, бізге сенімділік керек. Неге десеңіздер, біз маңдай термен тапқан ақшаны осы банк DeFi-ға салып, содан біз пайда көрейік деп отырмыз. Соны гарантировать ететін ең астындағы міне Fairblocks деген страховая компания. Страховая компания, бұл компания жалпы мына юридический компания дейміз ғой, үлкен корпорациялар бар. Солармен ғана жұмыс істейтін бұл компания Fairblocks. Fairblocks өте анализировать етеді, бәрін қарайды, содан кейін аудит өткізеді, содан кейін ғана барып келісімшартқа отырып партнер болады. Сондықтан біздің ақшамыз қазіргі уақыттағы істеп жатқан осы DeFi банктегі барлығы осы Fairblocks арқылы бізге гарантированно қорғауда. Сондықтан бұл өте бір үлкен көрсеткіш деп ойлаймын. Келесі, енді банк болғаннан кейін, өздеріңіз білесіздер, бұл лицензированный деятельность, бизнес болғаннан кейін, бұл мемлекет бүкіл жер шары бойынша жұмыс жасайды. Менде кейде адамдардың бір сұрақ қоятыны бар, бұл қай жердің банкісі деп. Мен айтамын, мынау криптовалютный банк, биржа, то есть блокчейннің негізінде құрылған банк, то есть бұл онлайн банк, бірақ бүкіл жер шары бойынша жұмыс істегеннен кейін, жер шары бойынша регуляторлар бар, то есть контроль жасап, қадағалайтын сондай органдар бар. Ең мықты орган, Канаданың органы, контролирующий орган, солардың лицензиясы бізде бар. Араб мемлекетінде, Эмиратында, мына алым-сатым, платежный решение именно араб мемлекетінде істелінген. Содан кейін жалпы Гонконгта, жалпы сонда, банк сонда, бірақ негізгі офистері Дубайда. Негізгі офисі официально Дубайда. Ал жалпы айтып отырмын ғой, бізде қазір онлайн болғаннан кейін шекара жоқ қой. Шекара жоқ, потому что мультимедийный пространство, әр тілде барлығы бір-біріне түсінікті. Мен мысалы сіздерге қазір орысша айтып отырмын, то есть орысша слайдтар көріп отырмын, қазақша айтып отырмын, барлық адамдар осыны нете алады, то есть игеріп кете алады. Сондықтан мен айтайын деп отырғаным, жалпы мынау DeFi құрылғанда негізгі идеясы именно осы криптовалютамен фиатный ақша дейміз ғой, фиатный рынок. Сол екеуін бір-біріне қосу болып табылып тұр. Қосатын нәрсе, енді бір жағадан екінші жаққа баратын нәрсені көпір деп айтамыз ғой. Сондықтан осы экосистема DeFi көпір болғай тұр. Сондықтан енді егерде бұлай кішкене жік-жігіне тоқталып кететін болсақ, бұл жерде основном блокчейн
блокчейннің негізінде жаңағы недер істелінген. То есть недер істелінген блокчейн негізінде, блокчейн деген түсінесіздер ғой, әрбір жаңағы істелген қимыл, транзакция, берілу, алу, сатылу, бір-біріне беру, солардың барлығы жазылып әрбір блокта сақталып отырады. Именно осының архитектурасы барлығы осы нөлден бастап жазылған. Именно жаңағы бұл жерде барлық пайдаланатын токен бар, ол VeFi деп айтылады. Енді бірақ ол бір нәрсе, жоқ нәрседен пайда болмайды ғой. Сондықтан ITO деген токен бар. Сол токенді сатып алған кісі VeFi-ді майнить етіле бастайды. Майнить деп айтылған добыча деген сөз, бірақ стопроцентный добыча емес, бұл жерде справедливое распределение дейді. Мысалы, қазір аяғында тоже соған тоқталамыз. Бір секундта 8 VeFi таратылады екен. Соны ITO алған кісі біз нешеуміз, мысалы 300 мың болса, сол 300 мың кісіге долямен жаңағы 8 VeFi таратып береді. Әрбір секунд сайын осылай таратылып отырады. Түсінесіздер ме? Жалпы егерде мына несіне тоқталатын болсақ, мына жаңағы біздің децентрализованный VeFi 24 жыл сентябрьде кірді. Сол кездегі бағасы, VeFi-дің бағасы 10 центтен басталған. Одан кейін резко көтерілді, кете берді. Мен өзім 25 жылдың январ айында осыны естідім де, сразу жаңағы ITO сатып алдым. Мына жерде дұрыс түсініңіздер, бір нәрсені дұрыс түсініңіздер. Жаңағы мынау уже жаңағы іргетасы қаланып, несі жабылып, шатыр жабылған, уже дайын банк. Бұл жерде жаңағы криптовалюта направление барлығы уже істелінген, барлығы бар. Енді қазір фиатныйды осыған қойып, арасында көпірді бекітіп жатырмыз. Біраз ғана қалды. Енді не айтайын деп отырмын, жаңағы бұл жерде осы банктың несі болу үшін, жаңағы қатысушы болу үшін 3 түрлі сіздерге ұсыныс болады екен. Бірінші ұсынысы ол жаңағы осы банктың өзінің несі бар, картасы бар. Сол картаны алып, ол жерде карта жаңағы немен тұрады, криптовалюта USDT-мен тұрады. Сонда любой жерде сіз сауда жасап, немесе жаңағы өзіңіздің керек наличканы банкоматтан шешіп ала аласыз, егерде наличка теңгемен керек болатын болса. Ал теңгемен керегі жоқ, жаңағы ITO, то есть USDT-мен болатын болса, бар жерде сол USDT-мен жұмыс жасай бересіз, сата бере аласыз. Ол бір. Онда ол как клиент ретінде. Қазір бізге банк бізге жеңілдік жасап отыр. 50 USDT-мен жаңағы клиент болуға болады екен. Екінші нәрсе ол жаңағы адам инвестор болады. То есть бұл банкті, бұл общенародный, мынаны халықтық банк деп айта аламын. Әркімі $250 жаңағы USDT арқылы ITO сатып алатын болса, ол жаңағы инвестор болады. Соответственно, $250 қазіргі ITO-ның бағасы 0,6 цент қазір. 0,6 цент, 60 цент қазір. Сондықтан сол 250-ді 0,6-ға бөлсеңіз, қанша ITO тиетіні белгілі болады. Ол сонда жаңағы инвестор ретінде. Үшінші мүмкіншілік ол жаңағы сіз колс бола аласыз. Колс дегеніңіз адамдарға жеткізуші, партнер деп айтуға болады екінші тілмен. Ол жерде жаңағы $500, $500-ден жоғары сіз жаңағы алсаңыз, сіз колс боласыз. Неге десеңіз, сіздің артыңыздан келген кісілерден сіз бонус, кешбек аласыз. Бұл жерде кешбек пен бонустың несі өте жақсы жасалған, бірнеше бағыт бойынша болады. Егерде соған тоқталатын болсақ, мысалы, жаңағы артыңыздан, то есть не болған кісі, жаңағы колс болған кісі, то есть филиалдың егерісіз, именно мына Деобанк VeFi негізі болса, сіз жаңағы сол филиалды болдыңыз, егерде сіз $500 алсаңыз. Сол кісілерді астыңызға тіркеп аласыз, сол кісілерден сізге кешбек түседі. Өздеріңіз білесіздер, мына банкте үлкен байлық осы именно комиссия арқылы кетеді ғой. Комиссия арқылы өте үлкен жаңағы немеге ие болады. Енді менде 30 минуттық уақыт, уақыт тез кетіп бара жатыр. Мен даже әлі өзімнің немді разворачивать етіп үлгерген жоқ. Екінші немене мынау жаңағы бағана айттым ғой, перевод жасай алады, трансграничный перевод жасай алады. Любой адам неменеге жаңағы біріне екіншісіне бір кімде именно осы
Необанк Wi-Fi'дың аккаунты бар. Сол жерде картасы болады, соған лақтыра алады. Мен енді сразу тағы да бір не көрсетіп кеткім келеді, уақытымыз азайып бара жатыр. Қазір. Мына мен өзімнің немді көрсетіп кеттім де, мынау веб версиясы, мен қазір өзімнің немде отырмын. Міне, мен алғаным 3118 ITO, міне, курсормен көрсетіп тұрмын. Көрініп тұр ғой, жолдастар, мен өзімді білмей отырмын. Экраным көрініп тұр ғой. Айтып жіберіңіздерші. Көрініп тұр. Көрініп тұр, Аха, жақсы, рахмет. Қараңыздар, сонда міне 3118, и содан бұл жерде беріліп жатқан нені көрсеткім келіп тұр. Міне, осы уақытқа дейін 1228 Wi-Fi түсіпті. Бұл жердегі бұның айтайын деп тұрғаным, бұл жердегі не только Wi-Fi'дің саны, и сол уақыттағы Wi-Fi'дің бағасы да өсіп тұр. 742% екен. Жалпы сол уақыттан бастап, мен январдан бастап осы уақытқа дейінгі алған табысымның мөлшері 742%. Өте үлкен деп ойлаймын, өте жақсы деп ойлаймын. Енді тағы бір нәрсе көрсетейін деп тұрмын сіздерге. Бұл қазір. Бұл жаңағы рыноктағы бағасын көрсетейін деп тұрмын. Міне, қазіргі бағасы $2.72. Көріп тұр ғой, сіздерге? $2.72 жаңағы бағасы. Қай жерде сатылып жатыр? То есть мынаның бәрі реальный нәрсе екенін көрсетіп отырғаным ғой. Қазір міне ең басында тұрған BinX, мынау биржа. Бұл жерде құн $2.73, Bitmart тұр $2.72, и одан кейін бірнеше жаңағы міне биржадар тұр. 6 биржада алуға болады, сатуға болады. То есть бұл жерде енді қазір 10 минуттен бітеді екен, уақытымыз шектеулі болып барады. Мен айтайын деп тұрғаным, жаңағы мына Wi-Fi ликвидный монета. Ликвидный деген түсінесіздер, да? Финансовый тілмен айтқанда, бұл алуға болады, сатуға болады, и ауыстыруға болады. То есть, міне көріп отырсыздар. Сондықтан өте ыңғайлы, құрметті жолдастар, өте ыңғайлы монета болып табылады. Тағы да не айтайын деп дегім келеді. Қазіргі уақытта осындай неден бұндай мүмкіншілік жалпы өмірде өте аз беріледі. Осы мүмкіншіліктен қалып қоймаңыздар. Мен кеше бір не оқыдым, жалпы адамдар өзі бірнеше категорияға бөлінеді ғой. Ақылды адамдар болады, и жаңағы мудрый адамдар болады. Соның қай категориясына жатасыздар, мен білмеймін. Но ақылды адамдарда бәрін білет ол кісілер. Осы бар ғой, білмейтін нәрсесі жоқ. Бір жағынан олар сауатты адамдар болады. Неге десеңіздер, барлық финанс, как бы гуманитарный или там точный науканың бойынша жақсы недері бар, білімдері бар. Сондықтан олар бәрін білет, но бірақ ешқандай қимыл істемейді олар. Ондай адамдар көп. Екінші адамдар мудрый адамдар болады. То есть мудрый адамдар деген өмірден көрген, өмірден тәжірибе жасаған, өмірден шешім істеген. Ондай адамдар жаңағы тез шешім қабылдайды да, тез істейді, шешім қабылдайды да істейді. Соның қай категориясына жатады мен білмейсіздер де, но өздеріңіз жақсы білесіздер ғой, қайсына жататынын өздеріңіз білесіздер. Егер де мудрый болсаңыздар, мына мықты жаңағы мына өмірдің беріп отырған возможностьтарын пайдалануға болады деп ойлаймын. Мен тағы да сөзім қайталап айтамын. Мынау высокорискованный, но возможности, мүмкіншілік қой, енді қазақша айтқанда, мүмкіншілік өте үлкен болып тұр. Сондықтан тағы да сөзімді қорытындылай келгенде айтайын дегенім, жаңағы бұл жерде банковский продукт ретінде пока біз картаны ғана айтып отырмыз. Келешекте немене келетінін айтайын. Келешекте келетіні қазір бізде не болады? Кредит болады, заем алуға болады, бірақ крипто заем классический банктерден өзгеше болады. Ол жерде процентпен болса, біздегі Wi-Fi'дің бар Wi-Fi'дің негізінде соны залогқа қойып, сіз жаңағы кредит ала аласыз. Екінші, үшінші, жаңағы бізде депозит болады, өте мықты депозит, потому что біздің пайдаланып жүрген жаңағы USDT-міздің қалған суммасына айдың аяғында 8%-тен 18%-ке дейін түсінбеді. Түсініп отырсыздар ғой, сіздер үлкен адамдар білесіздер, долларовый депозитте бар жоғы банктікі беретін 2%, біздікі міне 8-ден 18-ге дейін береді. Банковский переводтар болады.
Ошондуктан құрметті көрермендер, қазір өтө үлкен бір мына 26 жыл өтө үлкен недер болады, жағдайлар болады, қуаныш жағдайлар болады. Сондықтан жалпы қазір мүмкіншілік бар, тағы да қайталап айтамын, осыған $50 бастауға болады, мүмкіншілік бар. Но $50 қанша ITO тиетінін өздеріңіз есептеп аласыздар ғой, қанша доход болатынын. Сондықтан неғұрлым ITO-ңыз көбірек болса, соғұрлым доход өте көп болады. Так, енді уақытымыз аяқталып қалды ғой деймін. Мен енді сөзімді аяқтаймын. Осылай енді әрбір жұмада, осы алла жазса сәрсенбі күні осылай өткізіп жүремін деп ойлаймын. Енді мынау уақытымыз шектеулі, 30 минут уақыт бітіп қалды. Рахмет сіздерге тыңдағандарыңызға. Мен енді тоқтатайын да, қазір бір-екі сұрақ болса қойып жіберіңіздер. Мен айтпаған, жеткізбеген жерлерім болса. Содан кейін так.